Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республикалық ислами діни бірлестік, яғни республика бойынша жалғыз діни бірлестік, ислами бағытта. Қалған қоғамдық бірлестік немесе қайырымдылық мекеме, бұлардың ешбірде діни бірлестік жатпайды. 2011 жылғы қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер заңы бойынша ешбірде діни сауат ашу менен, діни білім насихаты менен, діни білім беру менен айналысуға құқы жоқ заң бойынша. Ол құқық тек қана ислами бағытта осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына ғана берілген. Жібек жолы қауымдастық қайырымдылық мекемелер, бұл қайырымдылық мекемелер, бұл діни бірлестік емес, бұл ешқандай да муфтиятқа балама емес, бұл ешқандай да діни бірлестік емес. Бұлар діни сауат ашу менен, балдарды діни оқыту менен заң бойынша рұқсаты жоқ. Кез келген мекеме діни бірлестік болмағандықтан дінмен айналысуы заңсыз. Яғни ондай жағдайда тиісті орындар, яғни құзырлы мекемелер оларға мониторинг жасап, яки болмаса тексеріс жүргізген кезде анықтайтын болса, тиісті шара қолданады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы менен Жібек жолы қайырымдылық мекемелер қауымдастық арасында келісім болды. Яғни келісім шарттың өзінің тармақтарына сәйкес қайырымдылық мекемелердің ғимаратының ішінде немесе ауласында діни сауат ашу яки болмаса діни білім беру менен ешқандай да рұқсаты жоқ деп жазылған. Тек қана ол жердегі мекемедегі тәрбиеленуші балаларды сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттердің жанындағы сауат ашу курсына өздері алып келіп, өздері алып кету керек болады. Тек мешіттерде ғана оларды оқытады. Келісімнің негізгі талабы сондай. Яғни мешіттің имамы немесе ұстазы ол мекеменің ішіне кіріп барып діни сабақ бере алмайды. Өйткені ол заңға қайшы. Сондықтан да бұл жерде ата-аналар болсын, кез келген азамат болсын, былайша айтқан кездегі сауатты болу керек. Яғни келісім деген не, діни бірлестік деген не, қоғамдық бірлестік, қайырымдылық бірлестіктің міндеттері не дегенді біз заңның аясында ғана дұрыс түсінуіміз керек. Біз жаңағы құқықтық зайырлы демократиялық елде өмір сүргеннен кейін бұл жерде біз сол заңға бағынамыз.